Жеке кабинетте сіз демалысқа, жұмыстан босатуға, уақытша еңбекке жарамсыздық парағын ашуға өтініш бере аласыз. Өтініш беру үшін сізге қажет: жеке кабинетке кіріңіз. Жеке кабинет деректемелерін енгізіп, кіру батырмасын басыңыз. Менің құжаттарым бөлімшесіне өтіңіз. Өтініш беру батырмасын басыңыз. Демалыс бойынша қажетті процесті таңдаңыз. Өтініш бергіңіз келетін ұйымды таңдаңыз. Егер сіз бірнеше ұйымда жұмыс жасасаңыз, тізімнен қалағанын таңдаңыз. Әрі қарай барлық процесс жолдарын толтырыңыз. Демалыс түрін және де демалыс аралығын көрсетіңіз. ЭЦқ құжатты қосыңыз. Құпия сөзді енгізіңіз. Өтініш беру батырмасын басыңыз. Сіз демалысқа өтініш жазғаннан кейін, бұл өтініш сіздің ұйымыңызға бұйрық рәсімдеуге және ұйым тарапынан қол қоюға түседі. Бұйрық жасалған кезде сізге қол қоюға жіберіледі. Сонымен қатар сізге Е24 қосымшасына хабарлама келеді. Сізге қажет болады: жеке кабинетке кіріңіз. Менің құжаттарым бөлімшесіне өтіңіз. Қызметкерге қол қоюдағы мәртебесі бар бұйрықты табыңыз. Құжатты қарау батырмасын басу арқылы құжатпен танысыңыз. Бұйрықпен танысып, оған ЭЦқ кілті таңдап, құпия сөзді енгізіңіз. Бұдан кейін қол қою батырмасын басыңыз.